Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Нұрайым. Бүгін сіздермен өзімнің ең керемет чак-чак жасау рецептімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз 4 жұмыртқа аламыз. 4 жұмыртқаның үстіне сода қосамыз және кішкене тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне ұнымызды қосып, жұмсақ масса болғанша нанымызды илейтін боламыз. Нанды өте жұмсақ қылып илеу керек, қатты болып кетпесін. Егер сіздерде нан жұмсақ болса, чак-чактарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Осыған тікелей байланысты. Сондықтан жұмсақ қылып жасауға тырысыңыздар, қатты болып кетпесін. Дайын болған қамырымызды ыдыста төңкеріп, кішкене демалдырып алатын боламыз. Демалғаннан соң бір бастырып жібереміз, қолымызбен илейміз. Иін қандыруымыз керек. Сол кезде нанымыз бір тегіс әдемі болып шығады. Егер сіздерде асығыс болса, бір илеген соң жаза берсеңіздер болады. Мен тағы да кішкене бастырып қойдым. Енді достар, біздің чак-чакқа кунжут қосатын боламыз. Осы кунжутымызды біз майсыз табада кішкене сарғайтып қуырып алатын боламыз. Көп ұстаудың қажеті жоқ. Орташа отта отымызды қыздырып, сарғайғанша араластыра отырып қуырып аламыз. Мен қара кунжутты сәл қостым. Аз болып қалғасын сіздер өз қалауларыңызша жасаңыздар. Мінекей, осылай міндетті түрде араластырып тұрасыздар. Әйтпесе күйіп кетуі мүмкін. Мінекей, кунжутымыз дайын болды. Басқа ыдысқа аударып аламыз бірден. Енді дайын болған қамырымызды жазуға кірісеміз. Осы үлкен күлшеден мен шағын 2 бөлікке бөліп, 2 шағын күлше қылып жаздым. Нанымызды жазуға кірісеміз. Тым жұқа қылып жібермеңіздер. Жұқа қылсаңыздар, жаңағыдай қатырлап сөйтіп қалады. Сондықтан жұқа қылудың қажет жоқ. Енді қамырымызды жазылған осылай бөліктерге бөліп, сонан соң кеспе қысатып ұзыннан дайындайтын боламыз. Кеспелерімізді дайындап қоямыз. Бірден осылай барлығын дайындап алыңыздар. Себебі қазір май қызған кезде бірінен соң бірін салып, тек бұл тез піседі. Бірінен соң бірін салып, қуырып алуға жетеді. Тез піседі. Сарғайтып, әдемілеп қуырып аламыз. Дайын болған нанымызды тез қалақпенен осылай түсіріп аламыз. Және келесілерін салып қуырып дайындайтын боламыз. Менде бар болғаны бір 5-10 минуттың ішінде осыларды қуырып алдым. Өте тез піседі. Енді дайын болған чак-чагымызды бір кеңдеу ыдысқа саламыз. Менде шамамен бұл жерде 400 грамдай мед. Алдымен кунжутымызды салып аламыз. Сонан соң үстіне медті ағызып, бұлғап, жақсылап басын біріктіретін боламыз. Мен сироп жасамаймын, достар, бірден медпенен жасаймын. Сол кезде басы жақсы бірігеді. Сироп жасап та дайындап көрдім, бірақ маған ұнамады. Достар, чак-чагымыз осымен дайын болды. Енді осылай тұтынуға да болады, немесе 4 бұрышты қылып кесіп алатындай қылып, осылай шетінен алатындай қылып дайындасақ та болады. Дөңгелек қылуға да болады. Менде уақытым аз болды. Сол себептен осылай бір ыдысқа салып, бетін қаттырақ басып, целлофанмен жауып, салқын бөлмеге қойып қойдым. 2 сағаттай қойдым. 2 сағатта басы бірігіп, әдемі болып дайын болған чак-чагымызды осылай пышақпен кесіп 4 бұрышты формада ұсынатын боламыз.
Назарларыңызға рахмет достар, арнамнан алыстамаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Алда әлі де күшті рецепттермен бөлісемін, арнамнан алыстамаңыздар. Әзірге сау болыңыздар.